Сәлем достар, теңдеу тақырыбындағы есептерді шығаратын боламыз. 80-ші есепте бізде бірінші есебінде x-ті сол жаққа қалдырамыз. 43x тең оң жақта сонда 502 азайтылған 72 болады. Астына 43x тең 502-ден 72-ні азайтқанда бізде 430 шығады. X-ті тапқанда 430 бөлінген 43 деп аламыз. Сонда теңдеудің түбірі x тең бізде 10-ға. Екінші есепте 21y тең 67 азайтылған 25 болады. 21y тең азайтудан 42 шығады. Y-ті тапқанда y тең 42 бөлінген 21 болады. Теңдеудің түбірі сонда бізде y тең 2-ге тең болады. Үшінші есепте бізде 19y тең 47 қосылған 200 болады. Ары қарай 19y тең қосындыдан бізде 247 шығады. Y-ті тапқанда 247-ні 19-ға бөлеміз. Теңдеудің түбірі 13-ке тең болады. Төртінші есепте 29x тең оң жағында сонда 982 азайтылған 83 болады. 29x тең азайтудан бізде 899 шығады. X тең 899-ды бөлеміз 29-ға. Сонда төртінші есептің жауабы x тең 31-ге. 81-ші есепке көшейік. Бірінші бізде жақшаның ішін сол жаққа қалдырамыз. Тең 91 қосылған 37 оң жаққа барып түседі. X қосылған 58-ді жазып аламыз. Тең 91-ге 37-ні қосқанда 128 болады. X-ті тапқанда 128-ден азайтамыз 58-ді. X тең 128-ден 58-ді алған кезде бізде 70-ке тең болады түбірі. Екінші есепте де жақшаның ішін сол жағына қалдырамыз. Оң жағында 121 азайтылған 109 болады. 63 азайтылған y тең азайтудан бізде 12 шығады. Y тең 63 азайтылған 12-ге. Y тең сонда теңдеудің түбірі 51-ге тең болады. Ары қарай 81-дің үшінші есебінде y минус 28 сол жаққа келеді. Тең оң жағында 69 азайтылған 13 болады. Y тең 28 тең 69-дан 13-ті азайтқанда 56 болады. Y тең 56-ға қосамыз 28-ді. Сонда бізде теңдеудің түбірі 84-ке тең болады. Төртінші есепте z қосылған 47 сол жаққа түседі. Жақшаның алдында минус тұр, сонда 103 азайтылған 54 болады. Z қосылған 47 тең азайтудан бізде 49 шығады. Z тең 49 азайтылған 47-ге. Демек бізде төртінші есептің түбірі z тең 2-ге. 82-ші есепке көшейік. Бірінші есебінде бізде жақшаның ішін
сол жаққа қалдырамыз, ал оң жағында 450 азайтылған 321-ге. X қосылған 13 тең 450-ден 321-ді азайтқанда 129-ға тең болады. X-ті тапқанда 129-дан азайтамыз 13-ті. Сонда теңдеудің түбірі бізде 116-ға тең болады. Екінші теңдеуде y-7 тең 200 азайтылған 122 болады. y-7 азайтындыдан бізде 78 шығады. Y тең 78 қосылған 7 болады. Демек, екінші есептің түбірі 85-ке тең. Үшінші есепте бізде x қосылған 29 сол жаққа өзі жазылады. Тең 204 азайтылған 100. X қосылған 29 азайтудан бізде 104 шығады. X тең 104-тен 29-ды азайтамыз. Сонда бізде теңдеудің түбірі 75-ке тең болады. Төртінші есепте де y-13-ті қалдырамыз. Жақшаның алдында бізде минус тұр екен, демек 53 азайтылған 24 болады. y-13 тең азайтудан бізде 29 шығады. Y-ті табу үшін бізде 29-ды 13-ке қосамыз. Y тең теңдеудің түбірі 42-ге тең болады. 83-ші есептің біріншісі. Бізде жақшаны қалдырамыз сол жаққа, 56-ны оң жақта, сонда 14-ке бөлеміз. X азайтылған 23, 56-ны 14-ке бөлгенде 4. X-ті табуымыз үшін біз 4-ке қосамыз 23-ті. Теңдеудің түбірі X тең 27-ге. Екінші есепте де 200 қосылған X-ті қалдырамыз сол жаққа жақшаның үшін. Оң жақта 32 көбейтілген 12 болады. $200 қосылған X тең 32-ні 12-ке көбейткенде 384 шығады. X-ті табу үшін 384-тен 200-ді аламыз. X тең сонда 184-ке. Ары қарай үшінші есепте бізде жақшаның ішін қалдырамыз. y-27 жақшаның алдында бөлу тұрса, демек 205-ті 41-ге бөлеміз. y-27 205-ті 41-ге бөлгенде бізде 5 шығады. Y-ті тапқан кезде 5-ті қосамыз 27-ге. Теңдеудің түбірі 32-ге тең болады. Төртінші есепте жақшаның ішін жазып аламыз. S минус 15-ке тең 729 бөлінген 81. S минус 15 тең 9. S тең 9 қосылған 15 болады. Сонда теңдеудің түбірі 24-ке тең. 83-ші есептің 5-ші есебінде B қосылған 13-ті жазып аламыз жақшаның ішін. 7120-ны бөлеміз сонда 89-ға. B қосылған 13 бөліндіден бізде 80 шығады. Бұны табу үшін 80-ден азайтамыз 13-ті. B тең 67-ге тең болады. 6-шы есепте 97 азайтылған Z-ті
жазып аламыз. 240-ты оң жағында 12-ге бөлеміз. 97 азайтылған z тең 20-ға. Z-тің алдында минус тұр, демек z тең 97 азайтылған 20 болады. Z тең түбірі 77-ге тең болады. 84-ші есепте теңдеудің түбірін табыңдар. Ұқсас қосылғыштарды қосқанда 35x болады, тең 700-ге. X-ті тапқанда 700-ді 35-ке бөлеміз. X тең 20-ға тең болады. 41 y-тен аламыз 17 y-ті, 24 y болады, ол тең 480-ге. Y-ті табуымыз үшін біз 480-ді 24-ке бөлуіміз керек. Y тең, сонда 20-ға тең болады. Үшінші есебінде x-тарды қосамыз, 72x болады, тең 432-ге. X-ті тапқанда 432-ні бөлеміз 72-ге. Демек, x тең 6-ға. Төртіншісінде z-тарды азайтқанда 25z тең 575-ге. Z-ті тапқанда 575-ті 25-ке бөлеміз. Z тең, теңдеудің түбірі 23-ке тең болады. Достар, видеоны аса лайк бас, комментарий жазды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызға да таратыңыздар. Келесі кездескенше.